құрметті тәрбиешілер, оқушылар, бүгінгі ашық тәрбие сағатымыз 25 қазан республика күніне арналып отыр. Бұл күн Қазақстан тарихындағы ерекше маңызды мереке. 1990 жылы дәл осы күні Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы өзінің мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы қабылданды. Бұл тәуелсіздікке бастар алғашқы қадам еді. Ал 22 жылдан бастап 25 қазан мемлекеттік мереке ретінде республика күні болып жаңғырылды. Баршаңызды 25 қазан республика күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Алтын күн аспаны, алтыннан даласы, ерліктің дастаны, еліме қалашы, ежелден ердеген даттамашы. Ұлтану болмай ұлтымның сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқынның пейілі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның шұғыласынан шаралдым. Миллиондарға сатылмас мейірі қымбат анамның. Мен қазақтың ұлымын. Ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын. Менің арманымдағы Қазақстан, болашаққа хат. Сәлем, болашақтағы Қазақстан көркейіп дамыған ел болады деп ойлаймын. Барлық қала ауылдар дамып, туристердің көңіл өзіне көп бұратындай болады деп ойлаймын. Қазақстан ең үздік, ең әдемі ел болатынына мен сенімдімін. Жастардың қолында, келісесің бе? Өз пікіріңді 5 жеті сөйлеммен дәлелде. Мен бұл пікірге келісемін. Себебі өсіп келе жатқан ғана балалар біздің елімізді өркендете алады. Олардың ғана бастары қазіргі заманда дамыған. Олар көптеген техника, зәулім үйлер, неше түрлі көліктер шығара алады. Әріптердің арасында жасырылған сөздерді тап. Бірінші сөз тәуелсіздік, екінші демократия, үшінші конституция, төртінші республика, бесінші мемлекет. Болашақ жастардың қолында деген пікірмен келсемін, себебі күшті әйгілі тұлға Мағжан Жұмабаев та мен жастарға сенемін деп айтып кеткен. Жастар елге жаңа идея, энергия және жанама көзқарас алып келеді. Елімізде қайсар да қайратты жастар барда, болашағымыз жарқын деп есептеймін. Болашақ жастардың қолында, себебі білім деңгейін көтеретін, жаңа бастамалар ашатын ол жастар. Өскелең ұрпақ жақсы білім алса, жетістік көп болса, еліміз биік шыңдарға шығары анық. Қазақстан Республикасының қалыптасуына үлес қосқан қазақ зиялылары, хандары, ақын жазушылары. Мысалы, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесін жасаған, Міржақып Дулатұлы қазақ жастарының сауатын ашқан, рухын оятқан зиялы. Менің арманымдағы Қазақстан осындай болмақ. Заманауи құрылыстар, коррупциясыз ел, қазақ тілі әлемдік тіл болуы. Қазақстан Республикасы тәуелсіз ел болып қалады деген ойдамын. Қанша облыс бар? 17 облыс. Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзінде нешінші орында? 9-шы. Мемлекеттік тіліміз қандай? Қазақ тілі. Қазақстан Республикасы Конституциясы қашан қабылданды? 1995 жыл 31 тамыз. Kalmadaydı
батыр тұлса елімсін. Енді кім көп гүлзат жинаған? Молодец, жарайсыңдар. Төрт, бес, бастаймыз.